Салмасына творог қосылатын өте дәмді жұмсақ булочканы дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Ең алдымен каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Алда уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып өтемін. Бірінші кезекте табамызға суымызды, қант, тұзымызды және де майонезімізді, одан кейін аштығымызды қосып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте бір жұмыртқаны салып, тағы да венчиктің көмегімен араластырамыз. Қоспалардың барлығын салып болғаннан кейін ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ең алдымен қамырымызды сұйықтау етіп илеп, үстіне тағы да ұн саламыз. Қамырымыз бірігіп жиналғаннан кейін жарты кесе сұйық майымызды қосып, 5-10 минут көлемінде тағы да қамыр илеп аламыз. Бетін жауып, 40 минутқа одеялға орап қоятын боламыз. Салмасы үшін бізге қаймақ, творог және де қант, бір жұмыртқа қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, миксердің көмегімен сұйық масса шығарамыз. Салмасын дайындап болам дегенше қамырымызды ашып қалыпты. Мен 15 бөлікке бөліп, барлығын домалақ шеңбер ретінде жинадым. Келесі кезекте формамызға пергамент қағазын жайып, булочкаларымызды қоятын боламыз. Булочкалардың формасын дөңгелек етіп аштым. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды жағып, ортасына салмамызды саламыз, яғни творожный массамызды. Қызып тұрған печкамызға 180 градуста 40-45 минутқа булочкаларымызды пісіріп аламыз. Тәп-тәтті біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Бізге ас болсын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз.